Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сынып қазақ тілі пәнінен ерте дүниедегі халық астрономиясы тақырыбында сабақ өтеміз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Яғни біз бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын білеміз, қызметін білеміз және төл сөзді төлеу сөзге айналдырып жазуды үйренеміз. Алдымен ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Сағат болмаған шақта адамдардың уақытты қалай белгілегені туралы ойланып көрдіңдер ме? Қандай сағат түрлерін білесіңдер? Уақыттың ең кіші және ең үлкен қандай бірліктерін білесіңдер? Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша бейнебаянды тамашалаңыздар. Ай жердің табиғи серігі. Ол жерді айнала қозғалады. Сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жерді толық бір рет айналып шығу үшін ол 28 күн жұмсайды. Ай көрінісі орбитаның әртүрлі бұрыштарында өзгеріп отырады. Себебі бізге ай бетінің күнге шағылысқан бөлігі ғана көрінеді. Бұл айдың жерге қатысты орналасуының өзгеріп отыруынан байланысты. Ай жер мен күн аралығында орналасқан кезде мүлдем көрінбейді. Ал егер ол жерге қарама-қарсы орналасса, біз толған айды көреміз. Бұл фазалар арасында біз ай бетінің аз ғана бөлігін көре аламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Осы күнгі космогониялық түсінік бойынша жер 34,5 миллиард жыл бұрын күн айналасындағы кеңістікте шашыраған газ, тозаң заттан планеталардың тартылыс күшінің әсерінен пайда болған. Газ, тозаң зат іріктеліп, олардың жеңіл элементтері күн сәулесінің қысымымен онан әрірек, ал біршама ауырлары күнге жақын орналасқан. Жер құрамына күн жүйесінде кездесетін барлық химиялық элементтер енеді. Ай жердің табиғи серігі, өзінен жарық шығармайтын жерге ең жақын аспан денесі. Ол жерді эллиптстік орбита бойымен айналады. Жер мен ай арасындағы орташа қашықтық 384.500 километр. Айдың жерден қарағандағы көрінісі өзгеріп отырады. Осыған сәйкес ай фазасы ауысады. Енді осы мәтін бойынша мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз және жердің және айдың қасиеттерін бөліп жазамыз. Келесі кезекте бүгінгі сабақтың ережесімен танысамыз. Сөйлеуші тек өзі ғана сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Ешбір өзгеріссіз, дәл сол айтылған күйінде жеткізілуі төл сөз деп аталады. Мысалы, еңбек түбі береке дейді халық. Сөйлеушінің тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Мысалы, халық еңбектің түбі береке екенін айтқан. Екінші тапсырма: мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңдар. Енді балалар мына мәтінді мұқият оқып, осы мәтіннің ішіндегі төл сөздерді тауып, сол сөздерді төлеу сөзге айналдырып жазамыз. Жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 мың жыл бұрын ежелгі шығыс елдерінде пайда болған, деді Күләш. Әли: иә, ежелгі Вавилонда айдың қозғалу ерекшелігіне негізделген күнтізбе жасалған. Ол ай күнтізбесі деп аталған, деп жалғастырды. Олар аспан денелерінің қозғалысын бақылап, жылына 2 рет күн мен түннің теңесетінін білді, деп Жарқынай да өз ойын ортаға салды. Күн мен түннің көктемдегі 2 рет теңесуінің арасы 1 жыл деп саналды. Оның ұзақтығы 365 тәулікке тең. Осылайша жыл санау жүйесі дүниеге келді, деп қорытындылады Әлішер.
Үшінші тапсырма. Бұқаралық ақпарат құрал материалдарын пайдаланып, сағат және оның түрлері туралы телебағдарлама сценарийін жазыңдар. Сценарийге қажетті сөздер: бірінші, кіріспе бөліміндегі құрметті балалар. Негізгі бөлімге сағаттың қалай пайда болғаны, сағат түрлері, уақыт өлшемдері, уақыт өлшемдерінің күнмен байланысы. Қорытынды бөлім: міне, енді сендер бұл туралы көп мәлімет алдыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта 4 сөйлем әдісімен пікір, дәлел, мысал қорытынды арқылы сабақтың нәтижесін шығарыңдар. Балалар, үй тапсырмасын мұқият тыңдап аламыз. Ата-аналарыңның көмегімен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазып шығыңдар. Оларға түсінік беріңдер.